Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ибраим Қуанбек арнасы. Біз бүгін Аяз ата шайтан деген мағлұматқа келдік. Енді сіздерге осы жайлы түсіндіріп айтып беретіндей боламын. Жақсылап тыңдап, ескеріп, және де не істеу керек екенін ұғып, түсініп алыңыздар. Алдымен сіздер бірінші видеоға лайк басып, подписаться етіп, жаңадан шыққан қоңырауды да басып қойыңыз. Себебі ол маған өте үміт сыйлайды. Жаңа жылға дейін менің де арманым орындалып қалуы мүмкін. Сондықтан да сіздер қазақша контентті соңына дейін дамыта білсеңіздер, қазақша контент дамуына өте үлкен үлес қосуына үміт қосасыз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Жаңа жыл мерекесінің кезінде бір жігіт терезеге қарап отырады және де қар жауып отырғанын көреді. Далаға шығуды жөн көреді. Далаға шығып, әп-әдемі жылтырақ шамдарды көреді. Ол жақта мерекелік шыршаларды, жарқырап отырған ойыншықтарды көреді. Бәріне тамсанып келе жатырған қасында көршілерін де көреді. Бұл жерде негізі адам аз, тек қана жаңа жыл қарсаңында өте көп болады. Мына жерде дүкеннен ойыншық сатып алып, туыстарына бір нәрсе алып жатырған отбасыларына көреді. Bir кезде мына жерден гитара ұстаған музыкант бірге жаңа жылдық ән салып жатырғанын көреді. Оған тамсанып өтіп бара жатқан оны көреміз. Мына жерде балалар қардан аққалы жасап, қармен атысып отырғанын көреді. Оны көрген жігіт өзінің балалық шағын еске түсіріп, аздап мұңайып қалады. Тек мына жерде бір дүкенді көреді. Кішкене ыстық кофе ішіп жылынып алуды шешеді. Ол жылдың қақ ортасынан өтуді жөн көреді. Bir кезде бір қап-қызыл көлік оған жетіп келіп, оны қағып кетеді. Бәрі жақсы болғанын көреді. Қасына бір бейтаныс кісі келеді. Сол кезде ол Аяз ата екенін көреміз. Аяз ата қолын созып, оған көмектеседі. Сізге рахмет деп алғысын білдіреді. Ал Аяз ата тек қана күліп отырады. Қызыл қабынан сыйлықты алып, оны жігітке береді. Жігіт те қуанып, оған алғысын білдіреді. Сыйлықты алған соң шығарып салып, сізге рахмет деп кетіп қалады. Жолда келе жатыр. Ақырында ол Аяз атаның бұқылары мен өзінің ұшып бара жатқан отырғысына көріп таңғалып қалады. Олар аспанға ұшып, жігітті қағып кетуге аз қалады. Және де олар жақын ұшқан еді. Жаңа ғана көлікпен қатты соққанда басымды ұрып алған шығармын. Көзіне елестеген шығар деп ойлаған екен. Ол үйге келіп, сыйлықты жаңа жылдық шыршаның қасына лақтырып жібереді. Жарықты өшіріп ұйықтауға кіріседі. Таң атысымен сыйлықты ашуға кіріседі. Сыйлықты ашып, жыртып, балаға ұқсап қалыпты. Яғни балаға ұқсап кетеді. Сыйлықты ашып қараса, бір сертификатқа ұқсас қағаз жатыр екен. Оны оқып, таңғалып, қорқып кетеді. Және де қобалжып тұрады. Ол жерде оның өлген уақыты мен қай жерде өлгенін және жылын көреді. Одан кейін айнаға барып, өзін көргісі келіп, айнада өзін көре алмағанын көреміз. Ол өте қорқынышпен жүрегі тырысылдап отырғанын көреміз. Және де ол өліп қалғанын білмейді.
кенеттен есікті біреу қағады және де есікті ашып қалса, ол жерде Аяз ата келгенін көреміз. Сол кезде жігіт, сен мені мазақтап жүрсің бе? Әлде бұл сенің маған жасаған қиянатың ба деп Аяз атаға ұрсады. Дереу айт дейді. Аяз ата, ол менің кінәм емес, жай ғана мен сенің жаныңды алғым келеді дейді. Онан кейін жігіт қорқып қалады. Сөйтсе ол қара шайтан болып шығады екен. Яғни жалпы айтқанда өлім шайтаны, яғни біздің тілге аударғанда біз мұсылман адамдармыз. Мұсылман екеніміз бәрімізге белгілі. Мұсылман адамдар үшін бұл өлім періштесі. Енді бұл оқиғаның ащы шындығына келсек, Аяз ата шын өмірде жоқ екенін бәріміз де білеміз. Ал Аяз ата шын өмірде келетін болса, яғни ол шайтан болып келетіні, яғни өлім періштесі болып келетіні рас. Қазіргі балалардың қиялынан шыққан Аяз ата деп көреміз. Балалардың қиялынан шыққан Аяз ата деп ойлайды. Яғни бұл оқиға Аяз ата, яғни өлім періштесі, бұл жігітті өлгеннен кейін ол сияқты қара шайтанға айналып кетеді және де олар тағы да басқа адамдарды осылай толықтырып қара шайтанға айналдырады. Бұл оқиғаның бастамасы осылай. Яғни немен аяқталады білеміз бәрі. Достар, енді менің осымен видеом аяқталды. Сіздермен болған Ибраим Қуанбек арнасы. Енді сіздер керемет комментарияларыңызды видео жүктелгеннен кейін қалдырып кетіңіздер. Лайк басып, подписаться етіп, бұл видеоны соңына дейін көріңіздер. Себебі бұл маған өте үлкен үлес қосады. Ендеше сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер. Тіркеліп кетіңіздер.